Ассалаумағалейкум адиустар, мен бұл блогымды Қытайдағы қандастарыма арнаймын. Себебі олардың жан айқайы біздің билік басында отырғандарға жетпей жатқан сияқты. Женжада Қытайға жеке жұмыстармен барғанда Қытай жергілікті сақшысы күйеуімнің паспортын тартып алған, содан бері біз асыл 6 ай болған. 6 ай болды, еш хабар жоқ. Мен 2 балам, мен тұрмыста қатты қиналдық, балаларым әкесі. Жалпы достар, мен бір нәрсені түсіне алмай отырмын. Неге біздің қазақ еліне қытайлықтар соншама бойкот қойып отыр? Түсіне алмай отырмын. Бәлкім мән жағдайды білетіндеріңіз болса, комментке нақтырақ, толығырақ жаза кетіңіздер. Biz onu niye şunu cüvelmiş atkan da bilmeyimiz. Cüpsüz baylanған итқұстап кемей жатты. Қаншама Қытайдағы қандастарымыз өздерінің тума-туыстарын көре алмай, елімізге оралмай шырылдап жатыр. Тіпті мына жағдайды естігенде шалқамнан түсе жаздадым. Қытай Халық Республикасы Іле-Қазақ автономиялы облысы Алтай аймағы Бұртоғай ауданы Көкағаш ауылдығы жергілікті билік өкілдері менің әйелім Гүлзия Моудың қызының ішіндегі 3 айлық баламызды менің келісімсіз әйелімді зорлықты күш көрсету арқылы баланы алдырып тастады. Анығын айтқанда баламды аборт жасады, яғни өлтіріп тастады. Мен Қазақстан азаматы Аман Аңсағанұлы 1982 жылы туылғанмын. Алла сақтасын. Мына жағдай енді шектен шықты. Негізінен мен о баста қытайлықтарға ыза көзбен қарайтынмын. Туылғанымнан көз алдымда қытайлықтар. Ата-анам, сондай-ақ тума-туыстарымның барлығы әлі күнге дейін Қытай компанияларында жұмыс жасайды. Ақтөбе, сондай-ақ Қызылорда қалаларында қытайлықтарды көшеде жиі көріп қаласыз. Себебі мұндағы ірі мұнай компанияларының барлығы сол қысық көздерге сатылып кеткен. Мен әрине бұлмен ұлтаралық жанжал тудырайын деп жатқаным жоқ. Бір айтарым, қалайша біздің үкімет басшылары, сондай-ақ сыртқы істер министрлігі біздің Қытайдағы қандас бауырларымыздың жан айқайына еш нәрсе істей алмай жатыр. Және де бір балам Арыс Қариполланың Қытай паспорт виза уақыты өтіп кетіп, бізбен бірге Қазақстанға өте алмай қалған. Кейін виза аштырып келемін деген. Қытай Чеху қаласының жергілікті сақшы баламның паспортын тартып алған. Содан бері 5 айдай болды. Балам көрінген жерде жатып, қатты қиналып жүр. Талдықорған қаласында Жетісу университетінде оқитын студент 2017-2018 жылғы қысқы каникул кезінде Қытайдағы ата-анасына барған сәтте сол жақтың Қытай сақшылары ұстап алып, енді елге жібермей отыр. Содан бері ешбір хабар жоқ деп хабарлайды бірге оқитын достары. Қытай Халық Республикасына қысқы каникул кезінде кетіп қайтадан орала алмай жүрген өзімнің курстас қызым Тұрдыжан Айсынбатқа арналған. Мән-жайды білейін деп түрлі сайттарға кіріп, ағылшын, орыс, Қытай тілдеріндегі мәліметтерді оқып, мән-жайды зерттейін дедім. Айтатындары, Қытай қазақстандықтарға визалық шектеулер енгізген. Ол Қытайдың ішкі саясаты дейді. Ешқандай да нақты жауап жоқ. Не үшін Қытайдағы қандас бауырларымызға қысым көрсетіп жатқан жайында, немесе не үшін визалық қатаң тәртіп орнатып жатқандары жайында. Енді жеке мақсатпен виза алу үшін де Қытай тарапынан шақырту керек екен. Сонымен бірге банктен $5000 кем емес аманат ақшаңыздың барлығын дәлелдейтін анықтама талап етіледі. Ал емделуге баратындардан бұл сома $10,000 кем болмау қажет екені көрсетілген. Тағы бір қосылған жаңа талаптардың бірі, сотталмағаныңыз туралы бас прокуратураның анықтамасын сұрайды. Тіптен халыққа қызмет көрсету орталығынан алынған жай анықтама емес, мемлекеттік елтаңба суреті бар көк қағаз болмаса қабылданбайды екен. Мақұл, виза сұрсыншы, Қытайға барайын деп жатқан біз жоқ. Мәселе қазақ бауырларымызда. Қаншама халықты сорлатып, олар бізге не үшін соншама қысым көрсетіп отыр? Мен әлі түсіне алмай отырмын. Біздің билік қайда қарап отыр? Қытайлықтар біздің елге емін-еркін кіріп, емін-еркін шығып, оның үстіне қаншама қазба байлықтарымызды сонадай соруда. Неге? Біздің тараптан да оларға заңды күшейтпеске? Ағайындар, руға 100-ге бөлінуді доғарайық. Өзіміз азғантай халықпыз. Егерде болашақ ұрпағымызға жерімізді сақтап қалғымыз келсе, тек бірлік. Одан басқа еш нәрсе керек емес. Қытайдағы ағайындарымызға қолдау керек. Болашағымыз бұлыңғыр.
алда не күтіп тұрғанын ешкім де білмейді. Бірақ қытайлықтардан не күтіп тұрғанымызды бәріміз білеміз. Елім, жерім десен, осы видеоны астыдағы поделиться мәзірі арқылы түрлі әлеуметтік желілерге, сондай-ақ WhatsApp, Telegram, ВКонтакте, Instagram парақшаларына, топтарына тарат. Қытай қандастарымыз, біз сендермен біргеміз. Менің есімім Аве Адикус. Келесі кездескенше сау болыңыздар.